Қытайда Іле Қазақ автономиялы облысында ертеректе қойылған атақты Қабанбай Батырдың ескерткіші осы жазда қиратылыпты. Қытай Коммунистік партиясы Іле Қазақ автономиялы облысының Күнес ауданы Нарат жайлауында қойылған Нарат тауларының бойында қалған Қабанбай Батырдың іздерін еске сақтау үшін қойылған атақты ескерткішті ресми түрде қиратқан. Қабанбай Батырдың тарихы жазылған және ескерткіштің түсіндірмесі төте жазумен қазақ тілінде жазылған және Қытай тілінде жазылған тақтай қиратылып, бетон тақтай қиратылып жерде жатыр. Бұл туралы видео ескерткіштің сау күндегі видеосымен қатар қиратылып жерде жатқандағы видеосы қатар қойылды. Бұл видео TikTok'та тараған, оны әлеуметтік желіде, Facebook'те нағыз атажұрт еріктілерінің белді мүшесі Ермек Кәрімбек көшіріп жариялапты. Ескерткіште Қабанбай Батырдың ескерткіші сау күнінде тұрған қалпы тұр және ескерткіштің айналасында Қабанбай Батырдың қазақша және қытайша жазылған түсіндірмесі де сау күйінде тұр. Ал бірақ қиратылған кезде тек қиратылған түсіндірме бетон тақтайлардың жерде шашылып жатқаны, ескерткіштің тағанның қирап жатқаны, ал ескерткіштің мүсін тұтас атқа мініп, қолына найза ұстап тұрған мүсіннің қайда кеткені белгісіз. Бұл туралы біздің айтпақшымыз мынау. Қытай билігі егер Қытайдағы қазақ халқының ар-ұжданымен, адамдық құқымен, адамша өмір сүру құқымен, өркениетімен, мәдениетімен және тарихыменен санаспайтын болса, қазақ халқын құрметтемейтін болса, онда алдағы уақытта қазақ халқы да Қазақстанда қалың Қытай жұмысшыларына, Қытай саудагерлеріне, Қытай компанияларына, Қытай бизнесмендеріне, Қазақстанда жұмыс жасап жатқан барлық Қытай азаматтарына тұрақты түрде өзінің тиісті жауабын және наразылығын танытуға құқылы. Егер Қытайлар Қазақстандағы Қытайдың ұлттық компаниялары, Sinopec, CNPC және Қазақстандағы Қытайдың бір өңір, бір белдеу дейтін аталмыш қаржылық алаяқтықтары Қазақстан билігінің Қытайға деген сатқындығымен қатар іске асатынын қалайтын болса, онда Қытайдағы қазақтарды қисынсыз қамауын, нақақ тұтқындауын және олардың мәдениетіне, өркениетіне, тарихына және сол жердің иесі екендігі шынды, сол жерде ежелдің ежелінен жасап келе жатқан халық екендігі сынды бұндай тарихи фактілерді жоймақшы болып, құртпақшы болуының барлығы адамдық құқыққа жасалған үлкен қиянат екенін білу керек. Егер Қытайда қазақтарды заңсыз соттауын, нақақ қамауын, паспорттарын тартып алып, бір отбасын екі қайырып, Қазақстанға жібермей, Қазақстанда туыс-туғандармен сөйлестірмей, барып келуін тиіп, барынша қатаң қадағалап, және қазақтардың адамдық құқығын аяқ асты етіп, оларды қатаң қысым астында, үрей астында ұстайтын осындай саясаттарын доғармайтын болса, онда Қытай билігі алдағы уақытта бізден қатаң жауап алады. Қытайлар бізді сыйласа, Қытай билігін бізде сыйлауға дайын екенімізді бірнеше мәрте айттық. Егер қазақтарды қоя берсе, концлагерьдегі қазақтарды нақақ қамауын, соттауын тоқтатса, бұғанға дейін ұзақ жылдарға нақақ қамалған, сотталған қазақтарды босатса, онда бізде Қытайменен тату көршілік қарым-қатынасты сақтауға бізде тырысамыз. Себебі қазақ ежелден көршілермен тату тәтті жасап келген. Егер қазақ халқының адамдық құқы, ар-ұжданы, намысы, ұлттық болмысы менен Қытай мемлекеті, Қытай коммунистері санаспайтын болса, онда бізде оларға тиісті жауабымызды беруге ұмтыламыз. Нағыз атажұрт еріктілері Қытайдың қазақтарға жасаған геноцидін әлемге әшкерелеуші бірінші ұйым. Біз Қытай тарапынан алған қаншама ақпараттарды біз дүниеге жеткізіп отырмыз. Біз бұғанға дейін әлеуметтік желіде және әлемдегі ірі медиаларда өзіміздің көзқарасымызды айтып келдік. Қазақтарға тиіспеңдер. Бүгін сендер қазақтарға қаратқан қатаң және қисынсыз және адамгершілікке, адамдыққа жат, адамдық құқыққа мүлде қарсы саясаттарды тоқтатсаңдар, біз ертең күресімізді тоқтатамыз деп жариялаған болатынбыз. Егер Қытай билігі жергілікті атқарушы билік тарапынан қандай да бір асыра сілтеулер болып, қазақтардың барлық адамдық құқына және заңдық құқықтарына қарсы және қайшы осындай қарекеттерді тиіп, және оны дер кезінде түзетіп, қазақ халқына құрметпен қараса,
және оны өздерінің толық құқылы азамат ретінде барлық құқыларын қамтамасыз етсе, біз де Қытайменен тату тәтті көршілік қатынасты сақтауға мүдделіміз және оған тырысамыз. Алай болмағанда, біз де қатаң түрде күресімізді жалғастыруға мәжбүрміз. Бұл біздің нағыз ата-жұрт еріктілерінің Қытай билігі тарапынан, мүмкін Қытайдың жергілікті атқарушы биліктері тарапынан, немесе шашал десе бас алатын әсіре сілтегіш жергілікті әпербақандар тарапынан, мүмкін әлде қазақтарға қарсы әлде біреулер тарапынан, мүмкін әсіре шовинистік пиғылдағы біреулер тарапынан жасалып жатқан бұндай барлық халықаралық нормаларға және адамдық құқық заңдарына қайшы, конвенцияларға қайшы, қарсы бұндай барлық оспадар қылықтарын шұғыл түрде тоқтатуын қатаң түрде талап қыламыз.